құрметті студенттер, Тараз техника бизнес колледжі математика пәнінің оқытушысы Сүлейменова Сара Ашимовна. Жаңа сабағымызды бастайық. Сабақтың тақырыбы туындының көмегімен функцияны зерттеу және оның графигін салу. Сабақтың мақсатын айтып өтейін. Функцияны туындының көмегімен зерттеу алгоритмімен танысамыз, және екінші оны қолданып функцияны зерттейміз, графикті салуды үйренеміз. Функцияны зерттеу графигін салудың алгоритмін өздеріңіз көріп тұрсыздар, бірнеше пункттен тұрады. Бірінші, функцияны анықталу облысын табамыз. Екінші, жүк тартылыққа зерттейміз. Үшінші, периодтылыққа зерттейміз. Төртінші, O, X, O, Y осьтерімен қиылысу нүктелерін табамыз. Таңба тұрақтылық аралықтарын табамыз. Өсу кему аралықтарын табамыз. Экстремум табу деген сөз. Сосын асимптоталарын тауып, вертикаль, көлбеу асимптоталарын анықтаймыз, сосын кесте құрамыз. Енді осы алгоритмге байланысты соларды қолдана отырып біз мына мысалды қарастырайық. Y-тен x квадрат қосылған 289-дың x-ке бөлінгендегі несі. Бірінші, анықталу облысы дедім, жаңа анықталу облысын табамыз. X 0-ден өзгеше барлық сандарды қабылдайды. Екінші, функция тақ, себебі ол OX басына қарағанда симметриялы. Үшінші, функцияның 0-ге теңестіріп X-тің мәнін табамыз. Содан кейін туындысын тауып, біз олардың өсу кему аралықтарын табамыз. Сіздер білесіздер, туындының қасиеттерінде бұлай айтылған. Туындыны тауып, 0-ге теңестіріп, біз сол X-тің мәнін табамыз. Мұны өздеріңіз көргендей. Енді оны біз таңба тұрақтылық аралығына саламыз, мынандай сан осіне салып, бізде -17 мен +17 шығып тұр, және 0 нүктесі. Сол аралықта егер X, Y штрих, яғни бірінші мынандай бөлеміз осьтерге. Осыдан біз минус таңба аралықтарын табамыз, яғни плюс болған кезде оң мәнді қабылдайды, минус болған кезде теріс мәндерді қабылдайды. Яғни мына аралықта функция төмен қарай тұрғандықтан функция кемейді, жоғары тұрғандықтан функция өседі, төменде кемейді. Өздеріңіз байқап көріп отырсыздар. Енді бізге мына қоршалған қызылмен белгіленген сол нүктелері анықталу облысында енеді, сондықтан -17 минимум нүкте, +17 максимум нүкте, яғни экстремум нүктелері табылды. Асимптоталарын табамыз төртінші несі бойынша. Олдың екі түрі бар, функцияның асимптотары вертикаль асимптота, x-тен 0 түсу болғандықтан ол вертикаль асимптота болып табылады. Ал бұл жағдайда біз шек табамыз. Шексіздікке ұмтылып тұр, яғни ол вертикаль болғандықтан оның графигі созыла береді шексіздікке. Көлбеу асимптотасы табамыз, оны біз мына формула арқылы сызықтық теңдеудің kx плюс бөліп табамыз. Мұндағы k мен бұны келесі формуладан табамыз. Бұның формулаларды біз білеміз. Бұл жерде де көлбеу асимптота жоқ, себебі ол шексіздікке ұмтылып тұр. Енді біз осы бойынша кесте құрамыз, яғни берілген функцияны жаздық, сонымен x-тегі жаңа мәндерін жаздық, -6-тен -17-ге дейінгі бір аралық, -17 нүктесі, -17 мен 0 аралығы, 0 нүктесі кіреді, және 0 мен 17 нүктесі, және шексіздік, 0-ден шексіздікке дейін. Бұл жағдайда біз бірінші функцияның туындысын зерттейміз. Мына аралықта ол анықталмайды. 0 нүктесі минимум нүкте, 17 мына жерде 0 нүктелері болғанда біреу максимум, біреу минимум нүкте. -17 мен 0-дің арасында функция өседі, 0 мен 17-дің аралығында өседі. Функцияның өзінің мәні максимум нүктесінің, минимум нүктесіндегі мәні 34, максимум нүктесіндегі мәні -34. Осы кестені пайдаланып, біз берілген функцияның графигін тұрғызамыз. Міне өздеріңіз енді суреттен қарап, жаңағы берілген нүктелерді салдық. Онан кейін сол кестеге қарап өсу аралығын, мысалы -6-тен 17 нүктесінде минимум нүкте былай қарай өседі, -17
17'den al 17 nükteden nölge karayı funksiya kengeydi. Nazarlarınızga rahmet.